Ассалаумағалейкум достар. Бүгін ынтымақ микрорайонына келіп тұрмыз. Бұл үйдің көлемі 160 шаршы метр болады. Ендіше осы үйдің егесінен сұрайық, қандай эффект алды, қыста қалай болды, қазір қалай екен. Ендіше кеттік достар. Ассалаумағалейкум. Осы біз Теплострой компаниясынан қыста алдында біздің балдар сіз үйіңізге құйып кеткен. Енді сізден өзіңізден сұхбат алуға келіп тұрмыз. Саламатсыздар. Мен есімім Исаков болады. Былтыр күзде осындай үйді соғамыз деп үйді көтергеннен кейін бір мәселе туынды болып қалды. Немен лай қоятын болдық па, или осындай бір пенобетон деген заманауи материалмен құйдырамыз ба деп әйел екеуміз біраз ақылдасып OLX сайтынан бір-екі фирмаға шағымдандық. Содан ең мықтысы, ең приемлив вариант осы Теплострой KZ деген фирмадан шықты. Өйткені басынан телефон соққаннан бері маған от идосын бәрін түсіндіріп, Ермек деген жігіт, менеджері өте профессионал адам екен. Бәрі түсіндіріп айтты, қандай варианттар болған, қандай варианттар құюға болады, оның синтетическийсі бар, натуральныйсы бар екен. Соны біз онша түсінбегеннен кейін бәрін бізге түсіндіріп айтып берді. Сосын осы Теплостроймен жұмыс істейтін болдық. Айтқан уақытысына, келіскен уақытысына келіп кетті. Сол Ермек деген жігіт екеуіміз мынау көріп жатқан үйімізді әлі ол кезде ондай емес еді, тек қана крышамен соғылған еді. Екеуіміз сол тантулиске шығып, қолында қарапайым өзіміздің бұрынғы рулетка емес, лазерный рулетка екен. Тарс деп замер жасап берді. Бәрін калькулятормен есептеп, калькуляторға салып, блокнотпен шығарып берді маған, өзінің чековый книжка сымақты нәрсеге. Сосын тағы айтарым, скидка түсіріп берді маған, жеңілдік беріп. Ол өте жақсы маған болған, өйткені стройканы өзіңіз білесіз, расходтар көп. Біраз расход кетеді, дұрыс айтасыз. Өзіңіз ойлаңыз, ағайындар. Сізбен лаймен қоятын болсаңыздар, мүмкін арзанға түседі сізге, әңгіме жоқ, мүмкін арзанға түседі, бірақ лай түсіргенде шаңға батасыз бір, сосын сабан түсіресіз, сосын бәрі құйып болғаннан кейін оның ығырым-шығырымы көп екен лайдың. Кезінде ауылда тұрғанымызда өзімде құйған білем. Екіншіден, қазіргі ұсталардың бәрі современный болғаннан кейін сізден кран сұрайды. Әшейін немен шелекпен көтермейміз деп айтуы мүмкін олар. Енді осы құйылған потологының эффектісіне тоқталсақ. Байқалды, өйткені мынау мен үйдің артында ескі үйім бар, оны кезінде өзім лаймен құйғамын. Лайдың әңгіме жоқ, лайдында осындай жылу ұстайтыны кәсібі бар. Бірақ өзіңіз білесіздер, лай құриды. Кеуіп тастағаннан кейін оның 10 сантиметр болған сантиметріңіз 8-ге айланып кетеді. 8-ге айланып кеткеннен кейін, егер крышаңыз, тан төбесіңіз сәл жел тиетін болса, шаңға батасыздар жайланып. Осындай қиыншылықтар өзім көріп жүрмін мына ескі үйдің. Сізге де рахмет, осыны сұхбат бергеніңізде. Иншалла, Алла разы болсын.